Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кросс, ұзақ қашықтыққа жүгіру. Сабақтың мақсаты денсаулықты нығайтуға бағытталған арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нормалары мен ережелерін түсіне білу. Жеңіл атлетика жаттығуларының түрлерін, әдіс тәсілдерін, техникасын пысықтау. Оқушылардың жылдамдық, күш шыдамдылық, тағы басқа қасиеттерін дамыту. Жүгіру кезіндегі қауіпсіздік ережелері. Жүгіріп келе жатып, кілт тоқтауға болмайды. Қатарласа жүгіріп келе жатқан сыныптастарымен әңгімелесуге, оларға тым жақындасуға болмайды. Денені қыздырмай тұрып, жаттығуға кіріспеу, тағы басқа қауіпсіздік ережелерін сақтау. Жүгіруге арналған жалпы дамыту жаттығуларын бастаймыз. Captain Smith and Pocahontas had a very bad affair. Romeo loved Juliet, and Juliet, she felt the same. I light up when you call my name, and I know I'm gonna treat you like you leave. Ұзақ қашықтыққа жүгіру ережелері. Ұзақ қашықтыққа жүгіруді өте жоғары жылдамдықпен бастауға болмайды. Себебі жүгіру жылдамдығының жоғарылығы дене күші мен демалысты жүгіру жолының біраз бөлігі өткеннен кейін тауысып алуға әкеліп соғады. Одан кейін жүгіру жолын жалғастыра алмай қалуымыз мүмкін. Сондықтан дене күші мен демалысты дұрыс есептей отырып, жүгіру жолына дұрыс бөле білуіміз ұзақ қашықтыққа жүгіруде өте маңызды болып есептеледі.